Қарағанды облысының прокуратурасы әлеуметтік желілерде ұлтаралық сипаттағы жанжалдардың жиілеп кеткенін ескертеді. Қазақстан Республикасының Конституциясы ұлтаралық келісімді бұзуға әкеп соғатын кез келген әрекетке тыйым салады. Ұлтаралық араздық қоғамдық тұрақтылық пен бірлікке төнетін ең қатерлі қауіптердің бірі болып табылады. Бұндай әрекеттердің салдары жаппай тәртіпсіздіктерге, әлеуметтік құрылымның бұзылуына, сондай-ақ этностар мен мәдени топтар арасындағы терең қайшылықтарға алып келуі мүмкін. Аталған құқық бұзушылықтардың жасалу алаңы ретінде Instagram, TikTok, Threads сияқты әлеуметтік желілер танылып отыр. Бұл платформаларда әрбір қолданушыға пікір білдіру бостандығы берілген. Алайда, ұлтаралық араздықты қоздыратын пікірлер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады. Атап айтқанда, бұл бап бойынша 2 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру, ал ауыр зардаптарға әкелген жағдайда 12 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Аталған әрекеттер экстремистік қылмыстар санатына жатады. Бұндай құқық бұзушылықтар үшін кінәлі тұлғалар белсенді өкініш білдіруіне, жәбірленуші тараппен татуласуына, қылмыстық әрекеттің ескіру мерзімінің өтуіне немесе рақымшылық актісіне байланысты қылмыстық жауапкершіліктен және жазадан босатылмайды. Тәжірибе көрсеткендей, құқық қорғау органдары тарапынан тұлғасы анықталғаннан кейін кінәлі азаматтар өз әрекеттеріне өкініп, көпшілік алдында кешірім сұрайды. Алайда, бұл олардың жауапкершілігін жоюға негіз болып табылмайды. Осыған байланысты барлық азаматтарды заң талаптарын сақтауға, әрбір хабарламаға және айтылған сөздерге жауапкершілікпен қарауға шақырамыз. Қоғамдағы бейбітшілік пен тұрақтылықты тек ортақ құқықтық мәдениет пен өзара құрмет арқылы ғана сақтап қалуға болады.